Натуропатия маманы Виталий Островскийдің видеосынан аударма ұсынамын. Хош келдіңіздер арнама. Натуропатия зерттеушісі Ивенсина атындағы Шығыс халық медицинасының өкілінің сұхбатынан аударма ұсынамын. Бүгін мен өзіме бал мен балғын жаңғақты қосып, емдік қоспа дайындаймын. Қант қосылмаған балға піспеген балғын жаңғақты теркадан өткеріп, қосып, қараңғы жерге қоямын. 2 айдан соң дайын болады. 1 шай қасықтан күніне 2 рет пайдаланамын. Қалқанша безге пайдалы. Жаңғақты ұстаған кезде қолыма жаңғақтың йоды сіңіп қалды. Ол менде 1 апта кетпей жүреді. Бұл табиғи йод, өте пайдалы. Бір құпия айтайын, піскен жаңғақты ашығанда арасында қабықшаларын да пайдаланса болады. Бұл да йод. Тастап жібермей пайдаланыңыздар. Бір әйел кісі менен стресстен қалай құтылсам болады деп сұрады. Ол кісіде қант құрамында қант көп, йод аз. Міне сондықтан мазасы болмайды. Қант өнімін азайтып, йод пайдаланса болады. Бірінші эндокринологқа көрініп, ағзаңызды йод мөлшерін анықтаңыз. Йод аз болған жағдайда мына қарапайым рецепті пайдаланыңыз. 1 бутылка алып, оған 2-3 тамшы эфир майын тамызып, иіскесеңіз, бұл жақсы сезім алатын боласыз, бәрінің шешімі табылатын болады. Күні бойы жиналған көз ми айналасындағы майда қан тамырларындағы тарылу қалпына келтіріледі. Бұл бутылкадағы иіс 3-4 күн бойы сақталады. Бір жігіт маған хабарласып, геморройы барын және қатты қиналып, мазасызданып жүргенін айтты. Ол да қантты көп пайдаланғаннан екендігін, қантты тамақ рационынан алып тастау керек екендігін айтып кеңес бердім. Әркім әртүрлі емдерді қолданады. Әркімде әртүрлі диагноз, әркімде әртүрлі себептер. Соның бір себебі қант болуы да мүмкін. Геморрой туралы келесі видеода айтатын боламын. Пихтовое масло пайдалануға болады. Ромашка мен клизма жасауға болады. Және 1 ай бойы шикі көкөністер пайдалану керек. Сонда керемет нәтиже болады. Және 2 аяқты жоғары көтеріп баспен тұру деген жаттығу бар. Соны да қолдану қажет. Солардың бәрін бір мезгілде қолданып, геморройдан құтылуға болады. Арасында сүлікті қоюға да болады. Осымен аударманы аяқтаймын. Ақпараттар пайдалы болса, каналыма тіркеліп, осы видеоларды дос-жарандарыңызға тарқатып, қолдау көрсетіңіздер. Ем болсын. Тек дәрігерлеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Құрметті оқырман, өз тәжірибелеріңізден өткен қандай халық емдерін білесіздер? Комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Қажет етіп жүрген жанның әжетіне жарасын. Қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, менің жаңадан шыққан видеоларым туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.